қазаққа бір әділетті нағыз патша болуға лайық адамды ғана күтем және Құдайдан сұраймын. Енді біреудің бетіне қарап, біреудің ішін білмейсің, кімнің кім екенін. Бірақ әрине мені қынжылтатын осы уақытқа дейін менің жасым қазір 32-де. Мен 32 жыл өмір сүрдім. Аз да көп те болса көргенім бар. Бірақ менің айтқым келгені, мысалы Қазақстан, бұл қазақ елі. Бұл қазақ елінің кең байтақ жері бар. Ұшар қияр, құстың қанат талатындай үлкен кең байтақ жері, теңізді, таулары бар. Қаншама шикі өнімдері бар астында. Мұнайы бар, алтыны бар, мырышы бар. Енді барлық нәрсе бар. Бұл қазақ неге бұл осындай жұпыны ел мысалы? Жұмылғанға жұдырық болып, кредит деген бәле, телевизорды ашып қалсаң кредит, телевизор береміз кредит, үйді береміз ипотекаға дейді. Оны қазақ немесіне жетісіп алады оны, мысалы да. Ол төлейтін жұмыс жоқ. Стройканың өзі ақша алып жатыр қазір. Әр стройка деген ақша алып жатыр. Ол не деген сұмдық. Ол заманда бұл заман стройканың өзіне ақша беріп қалмайсың. Очередь, сен сияқты 100 адам тұр, 1000 адам тұр ана жерде. Бұл қайға баратыр? Бүйтсек біз ел болмаймыз, бауырлар. Ел болмаймыз. Біздің одан шетелдің компаниялары кеп үйіп тастаған, реклама, сулпак дейді, технодом дейді, ашып тастаған. Он неменеге жетісіп қазаққа оны алып кеп қойды. Өзі жұмыс таппай, күн көрісі мынандай болған елде неменесіне тығады. Адам болған соң көргеннен кейін алғың келеді. Телефон ұстағың келеді, қымбат. Соңғы үлгідегі телевизор көргің келеді. Аласың, амал жоқ. Бірақ тірнекте жұмыстан жұмысқа қорқып жүресің, шығып кетпейін ба, орнына біреу ап қоймай ма деп. Бұл мұнайы толып аққан, дүниесі толып аққан. Неғып біз осындай кедей өмір сүреміз, мен түсінбеймін. Біздің Қазақстанда тіпті бар ғой, қазақ елінде тіпті бір зәулім қалада жоқ екен. Керемет қала жоқ, бұл элитный қалада жоқ. Бір кеңес одағында салынған домдармен әйтеуір бір қала болып кеткен қалалар қарасаң. Европадағыдай, Туркиядағыдай, мына Абу-Даби, Дубай сияқты біздің Қазақстанда ондай қала жоқ. Мынандай бүйтіп қала сияқты айтатын. Ояқ қалаға жарған жоқпыз. Нет, бір керемет өмірге жарған жоқпыз. Әр қазақтың басында бір кредит. Мен түсінбеймін. Анау мемлекет басқарып оққандар, мемлекет басқаруға неге таласады дейсіздер? Өз қарындарын тойдырып алады да, айтады ғой жаңағы қарын тоқтық, уайым жоқтық аздырар адам баласын дейді. Оларға ничего не делает. Олар екі қойың бір сом тауық сдачаға беріліп жатыр, отыра береді. Қызын, ұлын шетелге оқытып, қарындарын томпайтып. Сонда міне ата-бабаларымыз, мына Керей, Жәнібек, Абылай хандар солар үшін осындай байтақ елді солардың қарын томпайсын деп берді ма? Неге қазаққа олар жаны ашымайды? Олардың сайланғандар кімге керек? Сайлауды кімге керек? Мен сайлауға дауыс бермеймін. Өліп қалсам да бермеймін. Содан бауырлар, келесі ұрпақ қайтарым, ешқашанда юрист болмаңыздар. Заң жолын қумаңыздар. Ертең сіздер милиция боласыздар. Сіздер өз қазақтарыңызға өздеріңіз қару көтересіздер. Себебі сіздерге жоғары жақтағы генерал, полковниктер сіздерге бұйрық береді. Өз жаңағындай әділеттілігін іздеп шыққан, алаңға шыққан қазақтарыңды ат дейді. А сен мән жайды білмейсің, барасында ата бересің, бұйрық осы екен деп. Ешқашан ұл қыздарыңызды заң жолына түсірмеңіздер. Бұл жоғары жақта әділет жоқ. Не алады ол? Ертең барып өз қазағына өзі автомат тақайды. Мылтық көтереді. Ел боламыз десек, бесігімізді түзейік. Ел ағайындар, аман болайық.